Ассалаумағалейкум достар, сіздермен бірге мен Дәки KZ. Бүгінгі видеода көріп тұрғандарыңыздай тағы да Бермуда картасындағы топ 10 құпия жерлерді көрсететін боламын. Және де сол құпия жерлердің арқасында сіздер мастерге және де грандмастерге жете аласыздар. Тіпті менде де жетіп алған болатынмын. Егер де сол құпия жерлерді көргілеріңіз келсе, онда арна тіркеліп және де лайк басып, және осы видеоға комментарий жазып кетіңіздер. Егер де сіздер айтқандардың бәрін істесеңіздер, сіздерге көп рахмет. Және де достар, осы видеомдағы ең үздік комментарий жазып кеткен баланың есімі Абу Бандит. Маған былай деп жазып жіберіпті: Ассалаумағалейкум брат, сіздің маған видеоларыңыз ұнады, көңілімнен шықты. Жаңадан келген фанатыңызбын. Алмаш үшін тіркелген жоқпын, дамай беріңіз, галочка алыңыз. Сол кезде маған подарка жіберіңізші деп жазып жіберіпті. Бауырым, саған көп рахмет комментарий жазғаның үшін. Подарканы алдағы уақытта міндетті түрде беретін боламын. Ал ендеше көп сөзбай, мен өз видеомды бастаймын. Ал достар, біздің бірінші құпия жеріміз ол ангарда болады, яғни ангардың төбесіне мінетін боламыз достар. Ол үшін бізге осы самолеттің дөңгелегіне мініп, содан кейін осы бочкеге секіруіміз керек болады достар. Содан кейін біз бір стенкамыз алып осы жерге қоятын боламыз, яғни самолеттің үстіне мінетін боламыз достар. Осылай асықпай мініп алғаннан кейін ана самолеттің шетіне баруымыз керек. Содан кейін достар, осы жерге екі стенкамызды қоятын боламыз. Осылай қойып аламыз. Содан кейін достар, секіретін боламыз осы жерге. Осы жерге секіргеннен кейін ана жерге тағы да бір стенка қойып, ангардың үстіне мінетін боламыз достар. Қазір мына жерге қойайық. Жоқ достар, бір шетіне келейік. Осылай жақындатып алуымыз керек. Осылай міне қоятын боламыз. Содан кейін достар, қазір секіретін боламыз достар. Міне секірдік. Енді достар, міне смело міне берсек болады. Ангардың үстіне өте керемет жер, яғни сіздерді ешкім көрмейтін болады. Смело ата берсеңіздер болады. Осындай құпия жер бар екен достар. Міне қараңыздар, өте керемет жер. Кәдімгідей бәрін көріп тұрасыздар. Осылай үстінен, төбеден жердегі адамдарды смело ата берсеңіздер болады. Өте керемет жер, қолдануға кеңес берем. Кәдімгідей тема жер екен достар. Ал ендеше достар, біздің келесі құпия жерімізге кеттік. Ал достар, біздің келесі құпия жеріміз осы домикта болады, яғни қазір осының крышасынан мінетін боламыз достар. Ол үшін бізге осылай баспалдақтың шетіне мініп алып, осылай шет жағына келіп, осылай стенка қойымыз керек. Содан кейін достар, просто так секіріп, хоп деп мінеміз достар. Осылай мінетін боламыз достар. Өте керемет жер, яғни сіздер төбеден қарап отырасыздар достар. Астынан келатқан лут жинап атқан адамдарды смело ата берсеңіздер болады. Сіздерді тіпті байқамай қалуы да мүмкін достар. Осындай керемет жер, яғни сіздер осылай крышаның төбесінде отырасыздар. Бірақ та өкінішке орай жатуға болмайды екен. Бірақ сонда да осы тастың артында тығылып отырсаңыздар болады достар. Және де осы крышаның үстіне де секіруге болады. Яғни ана жақта да адамдар болса, осы жерге секіріп атсаңыздар болады достар. Өте керемет жер. Сіздерге қолдануға кеңес беремін достар. Ал ендеше достар, келесі құпия жерімізге кеттік. Ал достар, біздің келесі құпия жеріміз осы жерде болады, яғни жердің астында болатын болады. Яғни мына үлкен тастың артына барып біз просто так отыратын боламыз достар. Сонда сіздерді ешкім көрмейтін болады. Мынандай үлкен тастың артында сіздерді точно ешкім көрмейді. Сондықтан егерде біреу өтіп жатса, смело артынан барып атып тастасаңыздар болады достар. Өте керемет жер, қарап тұрсаңыздар, сіздерді ешкім көрмейді достар. Өте керемет жер, сіздерді қолдануға кеңес беремін достар. Ал ендеше келесі құпия жерімізге кеттік. Ал достар, біздің келесі құпия жеріміз осы жерде болады, яғни көріп тұрғандарыңыздай осы кранның үстінен тұрып, қазір ана ангардың төбесіне секіретін боламыз достар. Сондықтан смело лайктарыңызды басыңыздар. Қазір мына баспалдақтың шетіне мініп, ана жерге секіретін боламыз достар. Так, хоп, міне достар, жетіп алдым, смело, кәдімгідей смело секіріп алдық. Так, енді достар, осы жерде смело жүре берсеңіздер болады. Сіздерді ешкім көрмейтін болады достар. Міне кәдімгідей видтің бәрі сіз көріп тұрасыздар. Бірде бір адам сіздерден тығыла алмайтын болады. Өте керемет жер, және де осы жер маған өте қатты ұнады достар. Сіздерге қай жер ұнады, смело комментарий жазып кетіңіздер достар. Өте керемет жер, сіздерге қолдануға кеңес беремін. Ал ендеше келесі жерге кеттік.
Ал достар, біздің келесі құпия жеріміз үшін осындай машина керек болады. Қазір осы жерге кіріп, қазір көретін боласыздар достар. Өте керемет жер, сіздерді ешкім көре алмайтын болады достар. Міне осылай машинаны мен сияқты қойып аласыздар, және де достар жаратын боламыз достар осылай. Осылай жарып аламыз. Және де достар артына барып просто так отыратын боламыз достар. Сіздерді ешкім көрмейтін болады достар. Немесе осылай жатып алсаңыздар да болады. Кәдімгідей дым көрінбей тұрмын, қараңыздар. Ешкім көрмейді достар мені. Осылай клок тавердің астына келіп, машинамен мен сияқты осылай жатсаңыздар болады достар. Сіздерге кеңес беремін, өте керемет жер екен достар, өзіме қатты ұнады. Так енді осылай отыра берсеңіздер болады достар. Ал ендеше достар, біздің келесі құпия жерімізге кеттік достар. Ал достар, біздің келесі құпия жеріміз осы жерде болады. Қазір мен сияқты осылай секіріп, міне осы жерге келіп, қазір отыратын боламыз достар, міне. Осылай міне достар отыратын боламыз. Сіздерді вообще ешкім көрмейді. Кәдімгідей қап-қараңғы жер. Міне көріп тұрғандарыңыздай ешкім көрмейтін болады. Кәдімгідей қап-қараңғы жер. Кәм алыстан ата берсеңіздер болады. Сонда қарсыластарыңыз сіздерді түсінбей, кім атып отыр деп ойланып қалады достар. Бірақ сіз екені ешкім білмейді достар. Міне осылай атып отырсаңыздар болады достар. Өте керемет жер достар, сіздерге кеңес берем, міне сіздерге қолдануға кеңес берем. Немесе міне достар, осылай келесі жағына барып отырсаңыздар болады достар. Міне қап-қараңғы жер, сіздерді ешкім көрмейді достар. Міне мостың астында жүрген адамдарды атсаңыздар болады достар. Ал ендеше достар, сіздерге осы жерде кеңес берем. Онда біз келесі құпия жерге кеттік. Ал достар, біздің келесі құпия жеріміз ол осы жерде, яғни жасырын жер достар. Мосттың үстіндегі контейнердің арасында отыратын боламыз достар. Көріп тұрғандарыңыздай өте керемет жер. Осы жеріне де барып отырсақ болады, немесе ар жағына да барып отырсақ болады достар. Негізі осы жерде жақсы, себебі сіздерді көбіне осы жерден байқамайтын болады достар. Міне көріп тұрғандарыңыздай осы жерде отырып атсаңыз болады достар. Өте керемет жер, сіздерге кеңес берем достар. Мені ешкім байқамайды достар. Осылай топ бір алып, смело мастер немесе гранд мастерге смело жетіп аласыздар достар. Міне көріп тұрғандарыңыздай осылай атсаңыздар болады достар. Ал ендеше достар, біздің келесі құпия жерімізге кеттік. Ал достар, біздің келесі құпия жеріміз осы жерде болады. Яғни көріп тұрғандарыңыздай қазір мына ағаштың үстіне секіріп, астына түсіп кететін боламыз достар. Міне осы жерге түсіп кетіп, яғни жата берсек болады достар. Міне көріп тұрғандарыңыздай смело ешкім көрмейді сіздерді. Кәдімгідей күшті тема жер екен міне. Осы жерде жүгіріп келе жатқан адамдарды атып тастасаңыздар болады достар. Немесе достар, ана жерге барып отырып алсаңыз болады достар. Міне осы жерге келіп, мына жерге бұрыш жағына отырып алып жатсаңыз болады достар. Міне ана жақтан жүгіріп келе жатқан адамдарды атып тастасаңыздар болады достар. Міне көріп тұрғандарыңыздай өте керемет жер, сіздерге қолдануға кеңес беремін достар. Ал ендеше достар, біздің келесі құпия жерімізге кеттік. Ал достар, біздің 9-шы құпия жерімізге де келіп жеттік. Яғни көріп тұрғандарыңыздай осы кришаның үстіне мінетін боламыз достар. Жалпы бұл жерді көбіне боринтингқа қолданады, себебі боринтингта бұл жердің пайдасы көп тиеді достар. Осы жерде отырып ақ боринтингті айырсаңыздар да болады достар. Міне сіздерді ешкім байқамайды. Көріп тұрғандарыңыздай смело атсаңыздар болады достар. Егер де АВМ болса, вообще тема кәдімгідей бәрін шашасыздар достар. Міне осындай керемет жер достар, сіздерді ешкім байқамайды, қолдансаңыздар да болады достар. Міне достар, сіздерге кеңес беремін. Ал ендеше достар, біздің соңғы құпия жерімізге кеттік достар. Ал достар, біздің соңғы құпия жерімізге де келіп жеттік. Қазір сіздерге қайда мінетінді көрсететін боламын достар. Сондықтан менің артынан қайталап отырсаңыздар болады достар. Міне осылай бір стенкамызды қойып алғаннан кейін, осы баспалдақтың шетіне келіп, мына стенканың үстіне секіруіміз керек достар. Міне секіргеннен кейін ар жаққа барып, мен секілді осылай екі стенкамызды қоюымыз керек достар. Мен арнайлап қойып қойған болатынмын. Так осы стенкалар арқылы мінетін боламын достар енді. Міне достар, мен ең кришасына жеттім енді. Өте керемет жер екен, бәрін төбеден көріп тұруға болады достар. Көбіне достар боринтингті қолдансаңыздар болады. Өте керемет жер екен. Кәдімгідей тезірек мастерге және де гранд мастерге жете аласыздар достар. Өте керемет жер, сіздерге кеңес беремін достар.
Ал ендеше достар, осылайша біздің топ 10 Бермуда картасындағы құпия жерлер бітті достар. Назар салып көргендерің үшін рахмет достар. Сондықтан арна тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып кетейік достар. Алдыңғы видеомда 5000 просмотр жинап тастапсыздар және де үлкен актив көрсетіп тастапсыздар. Сондықтан достар, осы видеоға да үлкен актив көрсетіп тастайық достар. Ал ендеше достар, қоштаспаймыз, келесі видеода кездескенше. Барлықтарыңды жақсы көремін.